Yukrahu al-qaza. Бұл мәселе керек бауырлар. Бұл енді кейде біз оны көп бауырлардан көріп атамыз. Yukrahu al-qaza'u дейді. Макрух болып табылады, макрух тахриман еше. Харамға жақын макрух болып табылады. Шаштың жандарын сыпырып тастау. Төбеге шаш қойып қою тек қана. Жақсы ма? Яғни мысалға бүйтіп былайдан бір шаш қойып қойып, немесе тек қана желке мына кекіл шаш қойып қойып, немесе төбеге шаш қойып былай қарай өсіреміз ғой кейде. Кішкентай балдарға әсіресе. Сөйтеміз де полный төбесін жылтыратып тастаймыз да, өйтіп қалдырамыз ғой. Кекіл шаш дей ма не дейді оны? Төбе шаш дейді. Бұлай жасау макрух тахриман екен. Жақсы ма? Яғни алсаң шашты полный сыпырып таста, немесе полный қалдыр да, яғни немесе жан алған уақытта дейді, андай 0-мен алуға болмайды былай айтқанда. 0,5-1 деген нәрсемен көтеру керек қой былай айтқанда. Бетадарруж деп айтады. Жақсы ма? Төбені екі жағын жалтыратып тастап, тек қана төбесінен шаш қалдыру бұл макрух тахриман екен. Бұны біздің ұстаздарымыз да медреседе жүрген кезде өте көп ескертетін. Бізде ұстаздарымыз көп ескертіп жасамайтын. Бірақ осыны көрген кезде шашын деп жаңағыдай ше, демек мен байқайтыным не? Демек маңызды мәселе екен ғой. Әйтпесе ұстаздар маңызды мәселе болмаса, өйтіп қатты байқай қоймайтын еді. Демек шашыңызды сөйтіп алып тастайтын болсаңыз, үкімі не екен демек? Макрух тахриман екен. Жақсы, одан да не шашты кішкене жанын алған кезде де былай 1-мен және 0,5-пен көтеріп әрмен қарай басқа үлкейтіп жіберсеңіз, бұда проблема жоқ.